Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы туындыны табу ережелері. Сабағымызды бастамас бұрын өткен тақырыпты еске түсіріп өтейік. Өткен сабақта біз x-тің n-ші дәрежесінен туынды табуды үйренген едік. X-тің n-ші дәрежесінің туындысы біз білеміз, дәреже алдына түседі, дәрежеден бір азайтылады. Және де x-тің туындысы біз бірге тең екенін білеміз. Енді туындыны табу ережесіне тоқталатын болсақ, бірінші ереже о қосылған v-ның туындысы. Яғни қосылғыштардан жеке-жеке туынды табамыз. Бірінші формула. Мысалы, f от x тең x-тің 5 дәрежесі қосылған 6x қосылған 4. Туынды табатын болсақ, f'(x) тең жеке-жеке туынды табамыз. X-тің 5-ші дәрежесінен туынды қосылған 6x-тен туынды қосылған 4-тен туынды. Дәреже алдына түседі, сонда 5x-тің 4 дәрежесі қосылған 6x-тің туындысы 1-ге тең, ал 4-тің туындысы 0-ге тең. Екінші ереже u минус v-дан туынды табатын болсақ, азайтқыштардан жеке-жеке туынды табамыз. u туынды азайтылған v туынды. Мысалы, f от x тең 3x квадрат азайтылған 5x-тің 3-ші дәрежесінен туынды табайық. f'(x) тең 3x квадраттан туынды азайтылған 5x-тің 3-ші дәрежесінен туынды. Дәреже алдына түседі, алдында тұрған санмен көбейтіледі, яғни 2 3-ке көбейтіледі. 6x азайтылған 3 алдына түскен кезде 5-ті 3-ке көбейтсем 15x квадрат шығады. Келесі 3-ші формула о көбейтілген v. Ол дегеніміз, бірінші өрнектен туынды көбейтеміз екінші өрнекке, қосылған бірінші өрнектің өзін жазамыз да, екінші өрнектен туынды табамыз. Мысалы, f от x тең x квадрат қосылған x куб көбейтілген x-тің 4 дәрежесі қосылған x-тің 5-ші дәрежесіне. Ал туынды тауып көрейік. f'(x) тең бірінші өрнегіміз бізде x квадрат қосылған x-тің кубы. Туынды табамыз. Оны көбейтеміз екінші өрнекке. x-тің 4 дәрежесі қосылған x-тің 5 дәрежесі. Қосу бірінші өрнектің өзін жазып қоямыз. x квадрат қосылған x куб көбейтілген екінші өрнектен туынды табамыз. x-тің 4-ші дәрежесі қосылған x-тің 5-ші дәрежесінен туынды. Туынды табатын болсақ, бірінші x квадраттан туынды 2x қосылған x кубтың туындысы 3x квадрат болады. Екінші өрнектің өзін көбейтіп жазамыз. x-тің 4 дәрежесі қосылған x-тің 5-ші дәрежесі. Қосу бірінші өрнектің өзін жазып қоямыз. x квадрат қосылған x-тің 3-ші дәрежесі көбейтілген екінші өрнектен, яғни туынды табатын болсақ, x-тің 4-ші дәрежесінің туындысы 4x-тің кубы қосылған 5x-тің 4 дәрежесі. Жақшаларды ашып өрнекті ықшамдасаңыздар болады ары қарай, немесе осы қалпында қалдырсақ та болады. Үшінші формула бөлудің туындысын табу. O бөлінген v-ның туындысы, яғни бірінші өрнектен туынды көбейтем екінші өрнек, азайтылған бірінші өрнектің өзін жазып, екінші өрнектен туынды табам, бөлімінде v квадрат болады. Яғни екінші өрнектің квадраты. Мысалы, f от x тең x квадрат бөлінген 2x қосылған 1 туынды тапсақ, f от (x) тең бірінші өрнегіміз бізде x квадрат. Яғни x квадраттан туынды, оны көбейтем екінші өрнекке. x квадрат қосылған 1. Азайтылған x квадраттың өзін жазамыз. Екінші өрнек x квадрат қосылған 1-ден туынды табамын. Бөлімінде x квадрат қосылған 1-дің квадраты.
ары қарай x квадраттың туындысы бізде 2x-ке тең. X квадрат қосылған бірді көбейтіп жазамыз. Азайту. X квадраттың өзін жазам, көбейту. Яғни жақшаны ашсақ, x квадраттың туындысы 2x-ке тең, бірдің туындысы 0-ге тең. Бөлімінде x квадрат қосылған бірдің квадраты. Ары қарай. Жақшаны ашып, ұқсас қосылғыштарды біріктіреміз, мүшелерді. 2x-ті x квадратқа көбейтетін болсақ, негіздері бірдей көбейткен кезде дәрежелер қосылады. 2x-тің кубы болады. Қосылған 2x. Азайту. X квадратты 2x-қа көбейтсем, 2x куб болады. Бөлімінде x квадрат қосылған бірдің квадраты. Енді 2x кубпенен минус 2x куб жойылып кетеді. Сонда бізде қалады алымында 2x бөлімінде x квадрат қосылған бірдің квадраты. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Ары қарай оқулықтан есептер шығарайық. 14-те бірінші есептің біріншісінен есепті шығарайық. Яғни f от x тең 3-тен 1 x куб қосылған 2x квадрат азайтылған 4 функциясынан туынды табайық. Бұл бізде бірінші ережеге сәйкес келіп тұр, яғни жеке туынды табамыз. f от штрих тең 3-тен 1, яғни x кубтан туынды қосылған 2x квадраттан туынды азайтылған 4-тен туынды. Сонда 3-тен 1 өзі жазылады, көбейтілген дәреже алдына түседі, 3 алдына түседі, x-тің квадраты. Қосылған 2 көбейтілген x квадраттың туындысы бізде 2x-қа тең, көбейтілген 2x. Ал 4-тің туындысы 0-ге тең. Тең 3 пенен 3 қысқарады. Сонда бізде x квадрат қосылған 4x қалады. Келесі, екіншісі. f от x тең 3-тен 1 x куб қосылған 2x-тің 4 дәрежесіне туынды табамыз. f от штрих x тең 3-тен 1 x-тің кубынан туынды қосылған 2x-тің 4 дәрежесіне туынды табамыз. 3-тен 1 дәреже алдына түседі, x кубтың, сонда 3x-тің квадраты қосылған 2 көбейтілген 4 дәрежесі алдына түседі, сонда 4x-тің 4-тен 1-ді азайтсам 3 деген қалады. Енді 3 пенен 3 қысқарады, x квадрат қосылған 8x-тің кубы бізде қалады екен. Келесі есеп. f от x тең минус 3-тен 1 x квадрат қосылған x куб азайтылған 4. Яғни жеке туынды табамыз. Минус 3-тен 1 x квадраттан туынды қосылған 3x-тен туынды азайтылған 4-тен туынды. Минус 3-тен 1 өзі жазылады. X квадраттың туындысы 2 дәрежесі алдына түседі. Сонда 2 көбейтілген x болады. Қосылған 3x-тен туынды тапсақ, x-тің туындысы 1-ге тең, сонда 3-ге тең болады. 2 бізде алымына көбейтіледі. Минус 3-тен 2x қосылған 3 деген жауап шығады екен. Келесі 4-ші есебінде f от x тең жеке туынды табатын болсақ, 2 түбір астында x-тен туынды азайтылған 2-нің туындысы. Бұл жерде x квадратты біз дәреже түрінде жазып аламыз алдыменен. 2 көбейтілген, сонда x-тің бізде білеміз 2-ден 1 деген дәрежесі түбір. Туынды минус 2-ден туынды. Дәреже алдына түседі, дәрежеден 1-ді азайтамыз. Сонда 2 көбейтілген, 2-ден 1 алдына түседі, көбейтілген x-тен 2-ден 1-ден азайтам 1-ді. Тең, себебі 2-нің туындысы 0-ге тең болып кетеді. 2 менен 2 қысқарады, менде қалады. X-тің, мына жерде ортақ бөлімге келтіріп жібереміз. Сонда 2-ден 2,
2-ден 1-ді азайтсам, x-тің минус 2-ден 1 дәрежесі шығады. Ал дәреже теріс болғандықтан дәреже оң болу үшін біз бұл бөлшектің бөліміне түседі. Сонда 1 бөлімінде түбір астында x деген жауап шығады екен. Жақсы, барлығы түсінікті болса,